Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге өте керемет болып шығатын самса дайындайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Қамыры өте жұмсақ болып шығады. Осы рецептпен жасасаңыздар ешқашан өкінбейсіздер. Бізге ол үшін қажетті заттар: ұн керек болады. Содан кейін сармай 82% болса болады, өте жақсы болады. Және еріп тұрған сармай болу керек, бөлме температурасында. Бізге жарты шай қасық дрожж саламыз, одан кейін тұз саламыз. Осы ингредиенттерді жақсылап араластырып аламыз, сосын қамырымызды біріктіріп бастаймыз. Сосын жылы су құямыз, әбден біріктіріп, жақсылап илеп аламыз қамырымызды. Міне бізде осындай жұмсақ қамыр шықты, әдемі болып шықты. Осыны бастырып қоямыз да, енді салмасын дайындайтын боламыз. Салмасында менде 800 грамм фарш бар. Содан кейін 3 пияз. Мен пиязды міндетті түрде қуырып аламын. Қуырып алсаңыздар өте нәзік, сондай жақсы шығады. Самсаларыңыз жұп-жұмсақ болып күшті шығады. Сосын дәміне қарай тұз саламын, дәміне қарай қара бұрыш салып, бәрін жақсылап араластырамыз да. Дәмін көріп отырып араластырасыздар. Өте керемет болып шығады, салмасы да сондай нәзік болып шығады. Енді қамырымызды жайып бастаймыз. Қамырымызды 30 граммнан бөліп алдым, әрқайсысын 30 граммнан бөліп алдым. Енді соны орташа қылып жаямыз. Сосын салмасын салып, жақсылап, әдемі қылып түйетін боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, 1 қасық, 1 жарым қасықтан салып отырмын мен салмасын. Сосын өйтіп түйіп аламыз. Менің видеом сіздерге ұнады деген ойдамын, сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Достар, лайк басуды ұмытпаңыздар. Самсамызды өйстіп әдемілеп өріп шығамыз. Бәрін өріп болғаннан кейін 180 градус пеште қызып тұрған пешімізге 25 минут 30 минутқа пісіріп аламыз. Міне осындай болып әдемі болып шығады, орташа формада шығады. Міне самсаларымызды осылай өріп алдық, енді формаға салып пісіріп аламыз. Бетіне жұмыртқа жағамыз және кунжут шашып пісіреміз. Мен формасын осылай келтіріп аламын, содан кейін барып жұмыртқасын жағамын. Мен мына жерде жұмыртқаның сарысын ғана жағып отырмын. Сіздер жұмыртқаны ағы мен сарысын араластырып жақсаңыздар да болады, тек қана сарысын жақсаңыздар да, өз қалауларыңыз бойынша. Менде кунжуттың ағы мен қарасы араласқан, мен соны шашамын. Сіздер ағын шашсаңыздар да болады, қарасын шашсаңыздар да болады, өз қалауларыңыз бойынша. Міне қараңыздар, өте әдемі самса пісіп шықты. Өте әдемі болып шығады. Піскен кезде дәмі сондай керемет самса болып шығады. Жасап көріңіздер, міндетті түрде ұнайды деген ойдамын сіздерге. Және пікір қалдыруларыңызды ұмытпаңыздар. Ол мен үшін өте маңызды.